Армысыздар оқырман қауым. Келінге тұтқын болған ененің тағдыры жайлы әңгіменің жалғасы. Енеммен балаша сөйлесіп, оны екінші анамдай қарадым. Оқығанымды байланып, дәрісін беріп жүрдім. Білмеймін, енем жәутеңдеп қараған сайын еріксіз аяп кетемін. Құдды мені осы үйге енем үшін жібергендей көрінеді. Жазықсыз жанды бұл тозақтан құтқар дейтіндей. Аяғым ауырлады, бәріне шыдап жүрмін. Отбасы болғанымызға 1 жыл толмады, қызғаншақ күйеуімнің ұрып-соғуы басылады деген үмітпен жүрген кезім. 2020 жыл жаз айы еді. Шағын ауылда тұрдық. Қалаға қатынау үшін такси группасына кіріп алғанбыз. Таңғы 8-ден өте WhatsApp'та тыныштық кете бастады. Қайта-қайта SMS даусы естілді. Не болды екен деп қарап едім. Өз көзіме өзім сенбедім. Абысын мен күйеуімнің болып жатқан видеосын салыпты. Абысынның даусы, оның күйеуімнің атын айтып жатқаны бәрі естіліп тұр. Ана жердегі группада бәрі абысын мен күйеуім туралы неше түрлі жеркенішті сөздер жазып жатыр. Арсыз абысынның қылығына шыдамадым. Ашуымды ұстай алмай, ұйқыда жатқан абысынның шашынан сүйреп төбелесе кеттік. Көңілдесінің даусынан шошынған күйеуім жүгіріп келіп мені тепкінің астына алды. Оның баласын көтеріп жүрмін ғой. Баласы емес, 2 әрпіне есі кеткен сорлы көңілдесін мен қорғап, мені тепкілеп тастады. Байғұс енем ғана шырылдап мені қорғағандай. Шешесін де итеріп жіберіп, абысынды құшақтап жатыр. Ішім бүріп, астым жып-жылы болып кетті. Енді ғана бөбегіме 2 ай болған еді. Соққыдан түсіп қалды. Қайғырып, қайырлысы осы болар деп өзімді жұбатып, өзімді өзім сүйреп аяққа тұрдым. Күйеуімнің үстінен арыз жазып едім. Тәулікке ғана қамадада ажырастық. Қоғамда ерлі-зайыптылар ұрысса, әйел таяқ жесе қалыпты жағдай екен. Заң бойынша ол жылдары түстік тастаған мен ол үйден кеттім. Өзім ғана кетпедім, енемді де ала кеттім. Абысын мен күйеуім жібергісі келмеді. Пенсия үшін енемді ұстап тұрсаңдар, ешқандай пенсия сұрамаймын деп қадап айттым. Менің таң қалғаным, қайнағам бар шындықты білсе де ештеңе істемеді. Пенсиясын алмаймын дегесін ғана үнсіз келісті. Енемді де ертіп өз үйіме бардым. Әке-шешем барлығын жақсы қабылдады. Жағдайды алдын ала айтып қойғам. Енемді ол тозаққа тастап кеткім келмеді. Ол үйден өзім ғана кетсем, өмір бойына өкініп өтетінім рас. Әпкелерім мен аңқылдаған жезделерім мен үшін 6 айға пәтер жалдап, жұмыста тауып берді. Енемді алып қалада тұрдым. Әпкелеріме қонаққа барып, келісіп, араласып тұрдық. Енемді өз анамнан кем қылмай, бір үйде тұрдық. Мен жұмыста жүргенде үйде теледидар қарап отырады. Дәрілерін уақытылы ішіп жүрген енемнің беті бері қараған. Ол мені қызы сияқты қабылдап, кәдімгідей анасы мен қызындай болып кеттік. Десе де ана жүрегі туған перзенттерін сағынады екен. Түрі білдірмесе де түнде күбірлеп балаларының амандығын тілеп жатады. Мен ұйықтап қалғандай кейіп танытамын. 3 жылдан кейін мені түсінетін жігітке тұрмысқа шықтым. Ол жігіт барлық сырымды қабылдап, енем де бірге қасымызда тұрды. Аллаға шүкір, бақытты отбасы болдық. Бөпелі болдым. Енем өз немересіндей қарап, бөпені сүйіп, құшағына алады да, көз жасын көрсетпей жылап алады. Апа, неге жыладыңыз десем, баяғыда енем балаларымның екеуін де бермей, тек емізуге ғана кіретінмін. Кейде енем тойға кетсе, сәбиімді құшып, сүйіп кететініне дейін сүйіп шығатынмын. Сонда енем жарықтық ауруым жұғады. Балаға жолама деп 2 ұлымды да қолыма ұстатпады. Сол 1-2 ұл қартайған анасының дәретінен жиіркеніп талай жыл ұрған қой. Енемнен айтуы бойынша бәріне абысын кінәлі болып тұр.
әлі күнге дейін ұлдарына шаң жуытпайды. Абысын екеуін дуалап алған, не десе де туған балалары ғой. Міне 5 жыл өтті. Екі ұлы да іздеп келмеді. Енемнің көңілі үшін ертіп қара шаңыраққа келдік. Абысыным сотталып кеткен, рет шешіп беремін деп елді алдап, ақыры темір торға түсіпті. Үй атына аударып алған ол қарыз жабу үшін сатуға қойған екен. Жас отбасы сатып алыпты. Қайнағам мен бұрынғы күйеуім Алматыда жұмыста жүр екен. Көршіден сұрап алып звондап едік, телефон көтере қоймады. Кейін тағы да звондағанда ауру кемпірді неге айтып тұрсың? Өзің алып кеттің ба? Өзің бақ, хабарласып мазамды алма деп боқтап айқайлады. Енем барлығын естіп үнсіз жылап қалды. Содан кейін еш уақытта ұлдары туралы ештеңе сұрамады. Сөйтсем бәрімен қоштасып жүрген екен. Осы жаздың шілде айында өмірден озды. Маған ақ батасын беріп, соңғы сөзі ұлдарым келді ма деп сұрай берді. Екі ұлы да телефон көтермей естіді, бәлкім естімеді, келмеді. Бұл әңгімені инстаграмдағы өз ұлынан таяқ жеп қайтыс болған әкені көргелі баяндауға шешім қабылдадым. Сол атаның видеосын көріп еріксіз жыладым. Өйткені енем де сондай тағдырды кешкен. Жаны жәннатта болсын енемнің.